жалпы енді сөз мағыналары десе бізге бірден лексикалық емес есімізге түседі. Себебі лексика бұл белгілі бір тілдегі сөздердің жиынтығы, сөз мағынасын зерттейтін тіл білімінің саласы болғасын бірден ойымызға лексика келеді. Яғни тілдің лексикасы стильдік тұрғыдан екі салаға бөлінеді: актив лексика және пассив лексика. Енді аттар айтып тұрғандықтан айта өте аттар айтып тұрғандай, яғни актив пассив деген ұғымдарын сіздер баяғыдан танысыздар, иә. Яғни актив дейтініміз көбірек қолданылатын дейтін мағынаны білдіретін болса, пассив дейтініміз яғни қолданылуы шектеулі дейтін мағынаны білдіреді. Яғни қолдану аясы өте тар. Яғни актив лексика қалыпты лексика, яғни жұртшылықтың бәріне бірдей түсінікті, күнделікті өмірде көп қолданылатын сөздер, мысалы бар, кел, жүр, ертең, яғни біздің күнделікті қолданатын ауызекі сөйлеу стилінде қолданатын сөздеріміздің барлығы осы актив лексикаға жатады екен. Ал пассив лексика дегеніміз, яғни қолдану аясы тар, жалпыға бірдей түсінікті бола бермейді, кейбір мамандар арасында ғана, ғылым техник саласында тән кездейсоқ болған жағдайда ғана пайдаланатын сөздер екен. Мысалға, оны біз білеміз, яғни ғылыми стиль түріне жататын, жалпы енді ғылыми стиль түрі білесіздер, ол енді ішінде бірнеше бөлінеді: кітаби оқулық, ғылыми стиль деген секілді. Соның ішіндегі барлық, мысалы, серейді қатысты термин сөздер, осының барлығы пассив лексикаға кіріп кетеді екен. Немесе мысалы тарихи сөздеріміздің барлығы осыған кіріп кетеді. Мен жалпы оларға ішіне кіріп тоқталмай қояйын, себебі одан да өтетін біздің тақырыптарымыз бар. Себебі сөз мағыналары өте үлкен, ауқымды тақырып. Келесі, жалпы енді әдеби тіл дегеніміз жазба әдебиет арқылы жүйелі қалыпқа түскен стильдік тармақтары бар қоғамдық қызметі әр алуан тіл. Әдеби тіл жазу арқылы, әдеби мұраларды баспада басып жұртқа тарату арқылы, ауызекі тілдің байлықтарын екшеп саралау арқылы жалпы қалыптасады. Яғни біз білеміз, жалпы әдеби тілдің өзіндік бір ерекшелігі бар, өзіндік бір қасиеттері де бар. Өзіміздің шығармаларда кездесетін мағыналық сөздердің барлығы осы әдеби тілге жатады екен. Келесі, әдеби тілде нормадан ауытқу деген болады екен. Жалпы енді бұл ескере кететін жайт. Жөнмен ауытқу дегеніміз, яғни әдеби норманы белгілі бір мақсатпен стильдік өн болғандықтан өзгертіп қолдану. Мысалға, қараңыздар, біздер күнделікті түрде, мысалға, әр кезде көркем әдеби тілде сөйлеуіміз мүмкін емес. Тап-таза, мөлдір таза, ешқандай қоспасы сөйлеуіміз әрине қиындық тудырады. Әсіресе қазіргі біздің 21-ші ғасырда. Бірақ жөнмен, яғни кәдімгі қарапайым ауызекі сөздерді қосу бұл ағаттық емес. Бірақ мына жөнсіз ауытқуға қарасаңыздар, әдеби норманы жөн-жосықсыз бұзып, естіген білгені қалай болса солай талғамай қолдану да бұл дұрыс емес екен. Яғни әдеби тіл нормасын бұзу болып саналады екен. Мысалы, оған мысалы, әдеби тілдің лексикалық нормасы жатпайтын сөздер. Мысалға, қараңыздар, біздер көбіне білеміз, диалектизмдер бұл біздің Қазақстанның, яғни жан-жағында қолданылатын сөздер. Бұны біздер кәдімгі сабақтың қолдану, сөйлеу үстінде, немесе қандай да бір көпшіліктің алдында сөйлеу кезінде, жазу форматында да қолдануымыз мүлдем дұрыс емес. Әсіресе осы оқушыларға міндеттеп түсіндірсек, бұл бізге нұр үстіне нұр болушы еді. Неге? Мысалға, қазіргі оқушылар өздерінің диалекттік сөздерін көп қолданады. Мысалы, ыстық сөзін ысы дейді, мысалы, кішкентай сөзін құттай деп жазатын әлі де 10-11 сынып оқушылары өте көп кездеседі. Сирек емес, өте көп. Яғни соны дұрыстап түсіндіру керекпіз. Және кәсіби сөздер, яғни сөздігер, көшет, әңгімелек, масақ, собық, аңыз, тағы да басқа, мысалы, дөрекі, тұрпайы және жаргон сөздердің барлығы ол бізде дұрыс емес. Мысалға, жаргон, варваризм сөздердің барлығын білеміз, яғни қазақ тілінде әсіресе оқушылар көптеген жаргон сөздері, варваризм сөздері көп қолданады. Мысалы, орысша сөздерді араластырып қолдануы, мысалы, олардың аудармасы жоқ секілді қолдануы мүмкін. Мысалы, жаргон, дөрекі сөздер, тұрпайы, мысалы, анайы сөздер дейміз ғой, құлаққа жағымсыз сөздерді қолдану, оның әдеби лексиканың нормасын бұзатын жағдайлардың бірі екен. Келесі.
Жалпы енді дұрыстап тұрып тоқталсақ, жалпы енді сөз мағыналары бізде сөздің тура мағынасы және сөздің ауыспалы мағынасы. Мен жалпы өз басым сөз мағыналарын, осы сөздің тура және ауыспалы мағынасын амоним және сөздің көп мағыналы сөздермен тікелей байланыстырамын ше. Себебі мысалға сөздің ауыспалы мағынасы көбіне бізде немен байланысты болып кетеді? Сөздің енді көп мағыналы сөздермен тікелей байланысты. Мысалы білеміз ғой, сөздің тура мағынасы дегеніміздің мысалы кәдімгі бұл біз көре алатын, яғни шынайы тура мағынада көрсетілген сөздер. Мысалға көз, мысалға біз қоңыр көз десек, біз сені ол көзді көріп тұрмыз. Сенің көздің қоңыр екендігі бұл жай ғана тура мағына, ешқандай айналшықтап тұрған жоқ, басқа жағын сипаттап тұрған жоқ, жай ғана қоңыр көз. Мысалға немесе былай айтсақ, иненің көзі десек, яғни біздер әрине иненің көзі десек, біздің ойымызға бірден қазақтар ретінде мысалға иненің көзі, яғни иненің тесігі десек, иә. Бірақ ол оның көзі жоқ қой. Егер де басқа шетелдік азаматша келіп мысалға қараса, оны түсінбейді. Себебі не, бұл ауыспалы мағына. Яғни орыс тілінде переносный, орыс тілінде түрде отырдық. Мысалға қараңыздар, сөздің ауыспалы мағынасы дәл солай. Мысалға, яғни оның көзі емес, керісінше ол бір нәрсені сипаттағысы келген кезде қолданады. Әсіресе мысалға оны әсірелеп көрсету үшін қолдануы мүмкін. Мысалға бұлақтың көзі ашылды деген кезде, мысалы бұлақтың көзі болмайды, бірақ ана бұлақтың көзі ашылды деген кезде, бұлақты ашқан жолды айтамыз ғой, сол кезде ашылды деп, сол кезде әдебилікке де бір жақын деп айта аламыз. Мысалға құс ұшты, құс ұшатындығы біз бәріміз көріп тұрмыз, ол кәдімгі құс емес. Мысалға қараңыздар, ал мысалға зәресі ұшты десекші, зәренің мысалға біз ұшқандығын біз көре алмаймыз, иә? Зәресі ұшты, ол жай ғана, ол қорқып кетті деген. Сөздің мына жақта біз фразеологизмдерді қолданамыз. Олардың барлығы не болады бізде? Сөздің ауыспалы мағынасы болады екен. Ол яғни бәрімізге түсінікті. Келесі. Жалпы көздің көп мағыналығы білесе ме, яғни сөздің екі не одан да көп мағынаға ие болуын сөздің көп мағыналығы дейміз. Көп мағыналы сөздер бір негізден таралады да бір сөз табына қатысты болады. Мына нәрсені оқушыларға дұрыстап түсіндіру керекпіз. Тек қана бір сөз табына жататындығы туралы. Мысалға, сөздің көп мағыналығын осы мысалға амониммен шатастырмасы үшін есту керектіміз қазір. Алда сайт айтатын боламыз. Жалпы енді осы сөзге әсіресе түсіндіріп жатармыз ғой. Көп мағыналы сөздің не екенін түсіндірген кезде бір сөз табы дейтін сөзге кәдімгідей мән беріп, қара сөзбен жазып, астын сызып қойып түсіндіріп кетеміз. Себебі егер де сөздің мағынасы, екінші мағынасы басқа сөз табынан болатын болса, онда біз сөздің көп мағынасы деп айта алмаймыз. Келесі. Енді қараңыздар, енді амонимдер. Амоним болса осы тұлғасы айтылуы, естілуі, жазылуы бірдей, бірақ мағыналары әртүрлі сөздер. Олар, яғни ол мына сөзді білдірмейді, бірақ қараңыздар. Я, әрине, әртүрлі сөз табынан болады, бірақ та бір сөз табынан болса да мағыналары бір-бірінен мүлдем алшақ сөздер олар кездеседі. Мысалға, мына мысалдарға назар аударайық. Мысалға, бал ара, қол ара дегенге назар аударсақ, бал арасы ол бізде не? Жәндік. Қол ара не? Ол біздің ағаш кесетін құралымыз. Екеуі зат есім бе? Екеуі де зат есім. Онда неге көп мағыналы сөз болмайды деп айтуы мүмкін, әрине. Бірақ қараңыздар, көп мағыналы сөздер, олар мысалға банағы, мен неге көп мағыналы сөздің мысалы кетіп қалғанын түсінбей тұрмын, негізі болған. Көп мағыналы сөздің, қараңыздар, мысалға бас сөзін алатын болса, мысалға қараңыздар, адамның басы және ағаштың басы, жолдың басы, сөздің басы, яғни не кетіп тұр? Мына жерде барлығы мағынасы бас ұғымын білдіріп тұр. Яғни бір нәрсенің бастапқысы. Яғни ол не? Барлығы ауыспалы мағынаға кетіп қалып тұр, иә? Немесе банағы қолы дегендерде, көзі дегендерде, кілті дегендердің барлығы
Бұның барлығы не болады? Көп мағыналы сөз болады. Ал мына жерде екеуі екі түрлі мағына. Яғни екеуі бір ұғымдас болып тұрған жоқ. Мысалы, ал ара ол және қол ара ол бізде құрал. Сондықтан осы нәрсені мұқият тұрып оқушыларға негізі түсіндіреміз дұрыс. Мысалы, келесі үшінші мағынасы ол ара қашықтық. Яғни қасындағы арасы бір екі нәрсенің арасы екендігін көрсетеді. Иә? Келесі мысалға асыл жар, қисық жар, шарды жар. Мысалға, асыл жар дегенде ол яғни кім деген сұраққа жауап беріп тұр, иә? Яғни ол кім екендігі, жұбайы екендігін көрсете аламыз. Ал егерде мысалға қисық жар дейтін болса, мына жерде ол қабырға, иә? Яғни қисық қабырға емес, немесе тас жар тасты айтсақ болады, мысалы жар. Оны кейін мысалы жар деп те айтады, мысалға ол қисық жар. Яғни оның бөлек мағынасы бар екенін көрсетеді. Немесе шарды жар, бұл кезде бірден айдан анық көрініп тұр. Неге? Шарды жар. Яғни бұл етістік, не істе шарды жар. Яғни бұйрық райда тұр. Яғни жар осы кезде оқушыларға біз түсіндіре аламыз. Яғни олардың мағыналары бір-бірінен мүлдем алшақ. Егер бірдей сөз табына болып жатырса да, егер де олардың мағыналары мүлдем бір-біріне сәйкес келмесе, онда ол бізде не болады? Амонимдер болады. Келесі мысалға құрт сөзін алайық. Мысалы жыбырлақ құрт, ащы құрт, көзі құрт. Мысалға жыбырлақ құрт дегеніміз кәдімгі жәндік. Және ащы құрт кәдімгі тамақта қолданатынымыз жейтін құртымыз. Және көзін құрт. Бір нәрсенің көзін құрт. Ол да етістік. Жалпы енді бір байқағаным амонимдерде көп сөздер екінші мағынасы бұйрық-райға кетіп. Мысалға қара сөзі де, ақ сөзі де, жар сөзі де, құрт, тағы да көп қой. Сол сөздердің барлығы екінші немесе үшінші мағынасы мысалға етістікте келіп тұрса, көбіне бұйрық-райға келеді. Егер аңғарсаңыздар. Так, және де, иә, мына жерде ағай жазып кеткен өте дұрыс болды. Осы нәрсе мен де жазған болатын. Негізі мына бас сөзі көп мағыналы бола алады, және де амонимді бола алады. Осы нәрсені оқушылар шатастырады. Мысалға, бана шынымен адам басы, істің басы ол көп мағыналы болса, егерде ол адамның басы, сонымен қатар, мысалға, жерді бас, мысалға, шөпті бас, киімді бас, ол бізде амоним. Неге? Бұл бізде не болып тұр? Етістік болып тұр. Екеуі екі түрлі алшақ мағына болып тұр. Яғни айтамыз, бас сөзі бізде көп мағынада бола алады, және де амонимда бола алады деп түсіндіреміз. Тек мына нәрсені қателеспеңіздер деп осы екі мысалды көрсетсеңіздер, өте керемет байқақ. Енді амоним сөздердің жасалу жолдары, мысалға бірнеше жасалу жолдары бар. Көп мағыналы сөздердің семантикалық жақтан дамуы, мысалы, жал, аттың жалы, таудың жалы, белесің қырқасы. Бұл адамның буыны, буын үндестігі деген секілді. Ал жинақ арқылы жасалған туынды амонимдер, мысалы, ма, бабе, ыс, ісі, т дейтін жинақтар арқылы жасалады екен. Мысалы, қараңыздар, шығыс, шығыс сөзі, мысалға, күн шығыс, кіріс шығыс, екеуі екі түрлі амоним бар. Мысалы, жастық, қыз жастық дегеніміз кәдімгі біздің диалектикамен түсіндіретін болса, мысалы, көпшілік деп айтады ғой. Мысалға, жастайтын жастығымыз. Және жастық шақ. Бұл жастық шақ адамның бір белгілі бір өтетін өміріндегі шақты айтып тұр. Келесі арық қазу және арық адам. Сын есімде болып тұр, және зат есімде рөлін атқарып тұр. Дәл солай бірнеше қайталанады. Ал кірме сөздердің қазақ тілінде сөздермен амонимдес болып келуі бар. Яғни бақ сөзі негізі парсша бақыт дейтін. Алма бақ, малды бақ, басына бақ қонды. Яғни бақ дегеніміз кәдімгі бақшағы, сол алма бақ, яғни сол үш түрлі мағына беріп тұр. Мысалға, қараңыздар, сап, яғни сап арабша сөзі саф дейтін мағына, яғни қамыстың сабы, сап тұрыңдар, сабы алтын дейтін сөздерді өте мұқият қараңыздар. Мысалға, қамыстың сабы деп тұрғанда, бұл түпкі несі, арабша мағынасы саф болғандықтан, бізде кірме сөздер арқылы жасалған амонимдес бола алады екен. Немесе қыдыр сөзі қараңыздар. Арабша негізі қызыр ғой, білетіндегі. Барлығымыз білеміз әрине. Мысалға, ауылға қыдырып бару, қырықтың бірі қыдыр.
яғни бұл жерде екеуі екі түрлі мағына беріп тұр. Яғни қыдырып қалу әрекет болса, қыдыр мына жерде зат есімнің рөлін атқарып тұр. Қыдыр бағанағы етістік бұйрық турайды. Келесі сөздің дыбыстық өзгеріске ұшырау арқылы жасалған омонимдер деген сияқты. Мысалға біз бұл егерде қараңыздар, етікшінің бізі және біз келдік, зат есім және есімдік. Немесе ер азамат, ер тоқым және соңымнан ер. Тағы да байқасаңыздар, бұйрық айлы етістік. Бұны тағы бір қарап, немесе скриншотта басыңыздар болады, өздеріңізге қарай. Егер бұл нәрсе сіздерге түсінікті болса, есім жатыр ғой, негізі. Күшті естіп отыр, апай. Ертегі тыңдап отқан сияқтымыз. Қуаныштым. Келесіне ауысатын болсақ, қараңыздар. Енді мысалға қараңыздар, синонимдер бұл бізде жазылуы және дыбысталуы әртүрлі болса да, мағыналары бір-біріне жақын ұқсас сөзде синонимдер. Яғни бұл енді өте базалық тақырып болғандықтан сіздер бұны әрине білесіздер. Бірақ ол жерде де шатастыратын жайттар болуы мүмкін. Мен соны айта кетсем, мысалы қараңыздар. Ел, халық, жұрт және жамағат сөздер синонимдер болып табылады. Себебі олар объекттің бірдей атрибуты. Яғни адамдардың әлеуметтік қоғамдастығы, қоғам. Яғни қараңыздар, егер біз осы сөздердің барлығын айтқан кезде бір нәрсе елестейтін болса, онда бізде ол синоним болады. Яғни барлық зат есімдер жатады. Біреуі етістік, біреуі сын есім, біреуі зат есім әртүрлі болмайды. Барлығы бір сөз табынады. Және де қараңыздар, бір айта кететін жайт, негізі синонимдер, жалпы синонимдердің үш түрі бар. Негізі ол ғылыми неге қатысты, универде өткеніміз ғой. Бірақ бір айта кетейінші ескерту ретінде. Мысалға, мағыналық синонимдер дейтін болады. Ол мағыналық синонимдер дегеніміз, қараңыздар, ол әрекет, мысалға, ол әрекет бірінен соң бірі дамып тұрған секілді көрінеді. Бірақ олар бірақ бір мағынаны білдіреді. Мысалға, бұзу сөзін қараңыздар. Бұзу, қирату, талқандау, жою. Бұның бәрі синоним бола алады. Бірақ олар бірінен соң бірі сөзде байқасаңыздар, одан сайын екеселеніп тұр. Мысалы, бұзу, қирату және одан сайын талқандау, жою. Олардың барлығы қарқындылығының күшеюі байқалады, бірақ олар бола алады. Неге? Себебі олар мағыналық синонимдер деп аталады. Келесі стильдік синонимдер бар, олар оңай. Мысалға, биік, зәулім дейтін сөздердің биікті барлығына қолдана алсақ, ал зәулімнің қолданысы шектеулі. Ол стильдік синонимдер бар. Ал стилистикалық синонимдер олар қарай оңай. Ғылыми тілден ауызекі сөйлеуге дейінгі әртүрлі сөйлем мәнерлеріне жататын сөздер. Яғни бастысы бір түбірден синонимдерді омонимдермен шатастырып алмасақ болғаны. Яғни, жазып кеткендей градация, дамыту көп. Бірақ бұлардың барлығы не болып тұр? Бәрібірдей синоним болады, яғни мағыналық синоним. Рахмет ағай, келесі. Яғни оқушылар ойлап қалуы мүмкін, мынау әлсіз, күшті ғой, олар синоним бола алмайды ғой деген кезде, осы нәрсені түсіндіріп кетсеңіздер болады. Келесі, антонимдер мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Бірақ қараңыздар, антонимдер деп кейбір оқушылар көп нәрсені шатастырады. Мысалға, жалпы күн, түн, қыс, жаз, ерте, кеш, бақ, сор, жақсылық, жамандық, бақи, қани, жария, бұның барлығы білетін нәрсе. Жаңа, есіл, алсабек, таза, кір. Бұл базовый нәрселер. Бірақ антоним бола алмайтын сөздер бар. Туыстық атаулар. Әсіресе оқушылар бұдан қателеседі. Әке, шеше, ата, әже, аға, әпке дейтін нәрселердің барлығы бір-біріне қарама-қарсылар ғой. Олардың мағыналары бір-біріне қарама-қарсы бағытта келеді ғой деп айтуы мүмкін. Бірақ жоқ, туыстық атаулар ешқандай бізде антоним бола алмайды. Түстер әсіресе ақ пен қарадан басқасы, қызыл, көк, жасыл, сары дейтін түстер, олар бір-біріне антоним бола алмайды. Мысалға, жанды жануарлар, мысық, ит, тышқан, мысық дейтін олайда келтіруге болады. Дауыс естілмей қалып жатыр ма ағай? Или естілмей тұр ма?
естілмей қалды ма? Жоқ, Иә. барлығы естіліп жатыр. Мүмкін сізде интернет дұрыс емес шығар. Пресс тілмен қалып жатырмын да, жақсы. М, естіп тұрған секілді деп ойлап жатырмын, енді кешіріңіздер. Жалпы енді сонымен қатар дене мүшелері, мысалы қол, аяқ, көз, құлақ, болымды болмысыз мағыналар келме, қашпа, күлме. Сосын тағы да бір айтатын жайт, мысалы емес дейтін сөздерді жатпайды. Мысалы жақсы емес, жаман емес дейтін сөздер келмейді. Себебі олар не болады бізде, жақсының өздерінің антонимдері бар ғой, мысалы жақсы болса жаман деген сияқты ғой. Мысалға, яғни болымсыз мағыналар ешқашанда антоним бола алмайды. Мысалы осыны мұқият түсінсеңіздер, әсіресе тестте қателеседі оқушылар, себебі әдейі қояды ше. Мысалға әдейі сол кемені тұрды, мысалға оянды десегі деген кезде, мысалы оянбады деп әдейі жазып қояды шатастыру мақсатында. Бірақ олардың барлығын болмайтындығын қайта естеріне түсірсек, ол оңай емес, өте оңай. Жалпы бәрімізге